Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін мен ауызашарға солянка тағамын жасаймын. Менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ол үшін бірінші бізге ет, пияз және сәбіз керек. Етіміз дайын болғанша тұзды салып, жай отта қайнатамыз. Солянкаға мен 2 түрлі шұжық алдым, ысталған тауық, содан кейін қияр, картоп, пияз, сәбіз және бізге осы қиярдың суы керек болады. Осы картопты барлығын 4 бүршілеп майдалап тураймыз. Мен 3-4 адамға арнап жасап жатырмын. Сондықтан, егерде сіздердің отбасыларыңызда адамдар саны көп болса, көбірек заттар алып қоссаңыздар болады. Бөлек табаға майды құйып, осылай пияз бен сәбізді қуырып аламыз. Шамамен 6-7 минуттай қуырамыз. Одан кейін қиярымызды салып, 2-3 минут тағы да қуырамыз.
Содан соң жаңағы шұжықтарымызды да салып қуырып аламыз. Одан кейін томатты саламыз. Және кішкене тұз салып жіберсеңіздер болады. Міне біздің етіміз пісті, 2 сағат қайнады. Енді етті, пиязды және сәбізді сүзіп аламыз. Содан соң жаңағы сорпамызға картопты салып 15 минуттай қайнатамыз. Содан соң сәбіз бен етті турап алып, қайтадан сол сорпамызға саламыз. Енді барлығын бірге саламыз. Барлығын араластырып, қиярдың тұзды суын 4-5 қасық құямыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, лавр жапырағын, кішкене қантты қосып, 30 минуттай астын жай қойып қайнатамыз. Солянкамыз дайын. Егер де сіздерге осы рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.